Сәлем достар. Бүгінгі видеода сіздерді детективті жұмбақтар мен басқа тырқыштар күтеді. Сен нағыз Шерлок бола аласың ба? Оны бүгінгі видеода тексеріп көр. Және де пікір алаңына неше сұраққа дұрыс жауап бергеніңді бөлісуді ұмытпа. Бірінші, банкте тонау орын алды. Ақша сақталған жерде саусақ іздері табылды. Полицияда бұрын-соңды түрлі ұрлық жасаған 5 күдікті бар. Олардың саусақ іздері базада сақталған. Ал енді, осы күдіктілердің ішінен қайсысы тонағанын тауып, полицияға көмектесіңіз. Дұрыс жауабы ол 4-ші тұрған күдікті. Егер дұрыс жауап берсеңіз лайк басыңыз. Ары қарай кеттік. Екінші, Джонның көлігі қаланың сыртындағы жанармай бекетінде тоқтап қалды. Бірақ Джонға шұғыл түрде қалаға жету керек. Джон жанармай бекетінде тұрған кез келген жүргізушіден қалаға жеткізіп тастауды сұрағысы келді. Сұрақ: Джон қайсы жүргізушіден көмек сұрауы керек? Егер сіз барынша мұқият болған болсаңыз, онда Джонның жанында ілініп тұрған бірнеше жарқағазды байқаған боларсыз. Ол жарқағаздарда қауіпті қылмыскер және ұрланған көлікке іздеу салынған. Осы қылмыскер мен көлік те жанармай бекетінде тұр. Демек, Джонға көк көліктегі жүргізушіден көмек сұраған қауіпсіз болып саналады. Бір жаңбырлы күні жаяу жүргінші жолында өтіп бара жатқан бір әйелді көлік қағып кетеді. Бақытқа орай әйел аман қалады. Бірақ көліктің нөмірі оның есінде жоқ. Тек оның шамалы сипаттамасын біледі. Полиция шамамен осы уақытта қаланың осы бөлігінде сондай көлікпен өткен 3 күдіктіні анықтады. Олар сұраққа тартылды. Бірінші күдікті өзінің кәсіпқой суретші екенін және күні бойы паркте пейзаж салғанын айтты. Ал екінші күдікті бұл уақытта жұмысындағы офисінде болғанын баяндады. Үшінші күдікті ол кезде өзінің досының үйінде компьютерлік ойындар ойнағанын айтты. Полиция осылардың қайсысы жалған сөйлегенін тез анықтады. Кім екенін табыңыз. Ал енді шындығында жұмбақтың ең басында аңғарсаңыз, сол күні ауа райы жаңбырлы болды. Ал бірінші күдікті бұл уақытта паркте сурет салуы мүмкін емес еді. Бұл бірінші күдіктінің өтірік айтқанын білдіреді. Кариб теңізіндегі бір елсіз аралда телебағдарламаның түсірілімі өтті. Күндердің бір күні түсірілім тобында электр өндіретін барлық генераторлар істен шықты. Топқа жаңа генераторларды 3 күн күту керек болды. Бұл уақытта тамақ және су жеткілікті мөлшерде болды. Күту мерзімінің екінші күнінде тележүргізушілердің бірі өлі күйде табылды. Осы аралға полиция келіп жетті. Қылмыстың шамаланған уақытын анықтады және барлық түсірілім тобын сұраққа тартты. Продюсер бұл уақытта келесі аптадағы түсірілім жоспарын құрғанын айтты. Сценарист күні бойы сценарийді көшіріп жазғанын баяндады. Екінші жүргізуші бұл уақытта күннің көзінде демалғанын айтты. Оператор күні бойы телефон ойнағанын айтты. Ал режиссер бұл уақытта теңіздің жағасында отырып медитация жасағанын айтты. Күдіктілердің ішінен кім өтірік айтты және кім қылмыскер екенін тап. Дұрыс жауабы: қылмыс болған күні генераторлар бұзылған соң түсірілім тобы электрсіз екінші күнін өткізіп жатқан. Ал бұл дегеніміз оператордың күні бойы телефон ойнауы мүмкін емес деген сөз. Оның телефон қуаты тез таусылар еді. Сондықтан ол жалған сөйлеп тұр.
жақсы детективтің ең маңызды сапасының бірі мықты назар аудару болып табылады. Мына суретке қарап қанша пицца бөлігін көріп тұрғаныңызды айтыңыз. Бұл суретте пиццаның 12 бөлігі жасырылған. Лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.